Экспо 2017 көрме кешені болашақта биосфералық зерттеулер орталығына айналуы қажет. Жасыл экономикаға көшуге бет бұрған шақта бұл қазақ елі үшін маңызды. Бүгін Астанада мемлекеттік органдар мен ұлттық компания басшыларына семинар өткізген әйгілі американдық экономист, үшінші индустриялық революция еңбегінің авторы Джереми Ривкин осындай ұсыныс жасады. Шара жұмысына премьер-министр Серік Ахметов те қатысты. Бұл ғылыми орталық Назарбаев университеті секілді зерттеулер алаңына айналуы тиіс. Сонымен қатар орталықты ел басы деп атау жөн деп санайды экономист. Мұндай орталықтың ашылуы әлемдік маңызы бар жаңалық болмақ. Өйткені биосфералық зерттеулерге ден қойған елдер қатары сирек дейді ғалым. Джереми Ривкин Қазақстанның жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдаманың әзірлеу барысында сарапшы ретінде тартылып, Экспо 2017 көрме кешенінің эскиз идеялары бойынша халықаралық сәулетшілік байқаудың техникалық кеңесін басқарды. Экспо 2017 көрмесіне салынған барлық нысандар пайдаға жарайтынына сенімім мол. Болашақта бұл жер биосфералық зерттеулер орталығына айналса, бұл Қазақстанда баламалы энергия көздерін қолдану аясын кеңейтпек, ал оны елбасы деп атау артық етпейді деп ойлаймын.